Ассалаумағалейкум достар, бүгін біз Лифан Моторс орталығындамыз. Осындағы көліктердің бағаларымен сіздер таныстырамыз. Бұл жақта яғни таза көліктер, поддержанный көліктер жайлы айтып өтетін боламыз, бағаларын түсіндіріп көрейік, ары қарай. Модель Mitsubishi Lancer 2013 жыл 1.6 газ бензин. Так, мұнда яғни механика. Пробегі мына көліктің 130 мың жүрген екен. Бағасы 2 миллион 900 деп айтып тұр. Яғни мына жерде мына көліктерге де трейдинг бар. Яғни сіздердің көлігіңіз сататын, өзіңіз міне жүрген 2 миллион тұратын болса, 2 миллион төлеп қалған рассрочка я несиелеп алуға болады. 1.6 қозғалтқыш. Яғни мұнда газ, бензин, моторы таза, жуылған. Мұнда яғни полный өтет S100-дан. Бұл жерде қандай дефект бар, қандай соғылған краска бәрін айтып өтетін болады. Мұнда келіп көлік таңдайтын болсаңыздар. Жеткіз алмаймын орысша айтқан сөздерім келіспейді. Саған дегенде миым бірден керістейді. Әншейінде жоқ істейді, сен дегенде сердце 80 рет стучит. Ары қарай жүрейік. Келесі автокөлік Ravon R3 Nexia 57 мыңға жүрген екен. 2017 жылғы 1.5 газ бензин автомат. Бұл автосалонында трейдинг бағдарламасы бойынша автокөлігіңізді ауыстырып алуға болады. Көліктің ішкі бетін көрейік. Қандай болып жатыр. Яғни бұлар қолданыста болған көліктер. Бұл көліктің ішіне отырып жағдайын көрейік. Қыздырып көрейік. Бала бұрапта қызып тұр. Іші жаңа, таза көлік секілді. Ондай бір жырылған, қырылған жерлері көрінбейді. Жақсы сақталған көлік. Мұнда 1.5 қозғалтқыш, мұнда да газы бар, бензин бар. Сыртынан қарағанда әлі таза көлік. Ол көліктердің әрқайсысында өзінің скидкасы бар. 8% басталады. Вместе проводим ночи, кимезем дармани кучи, сен үшін буду я лучший. Келесі қарайтын көлігіміз Kia Ceed 2014 жылғы 114 пробег газ бензин Tiptronic. Бағасы 3 миллион 900 дейді. Қозғалтқыштың көлемі 1.6 газ бензин. Ішкі жағын көрейік. Көлік жақсы сақталған әрине. Дыбысы жақсы. Көліктердің іші әдемі, тамаша. Кәдімгідей таза көрініп тұр, сақталған. Салон велюр, Tiptronic, мультируль. Жұмсақ панель, яғни баяғыдағы пластмасс емес. Яғни қымбат материалдардан жасалған. Моторын көрейік. Қозғалтқышы Dons 16 клапан, 1.6 объем. Онда да газ бар, бензин бар. Бензин сірә бар. Сенің сөздерің естілмейді. Келесі көлігіміз ВАЗ Lada X-Ray 2018 жылы шыққан. 5700 ғана жүрген екен. 1.6. Мұнда газ жоқ, мұнда бензин, механика. Бұл көліктің ішін көрейік, салондарын. Яғни бұл көліктердің әрбір қайсысына өзінің бір скидкасы бар. Автосалонның көліктерінде трейдинг бағдарламасымен сатылады. Яғни өз көлігіңізді ауыстырып алуға мүмкіндік бар. X-Ray панельдер баяғы шағалған сияқты. Пластмасс, арзан пластмассын не дегенмен де әдемі шығарған екен салондарын. Мұнда да мультируль бар. Бұл көліктің шанағы кроссовер классына жатады. Багажда ондай үлкен емес, 500 литр бар ғой, жоқ дегенде. Астында запаскасымен тұр екен. Келесі көлігіміз Renault Duster 2015 жылғы 131 мың жүрген екен. Объемы 2 газ бензин
автомат. Бағасы 3.900.000 дейді. Яғни бұл көліктердің әрқайсысына өзінің скидкасы бар. Яғни мына соңғы бағасы емес, бұл көліктің келіп скидкаларын білуге болады осы автосалоннан. Ішкі жағын көрейік, көліктің жағдайлары әрқайсында жаман емес сияқты. Ішкі бетіне келсек, автомат, типтроник болып саналады. Мультируль, ескі магнитола. Әрине пластмасс. Көлік өз жылына сай сияқты. Келіңіздер, көріңіздер өзіңіз көздеріңізбен. Осындай көлік ұнайтын болса сіздерге. Қозғалтқышын көрейік. Екілік қозғалтқыш, мұнда газы бар. Кондиционер бар. Қозғалтқыш қалпы жақсы сияқты. Келіңіздер, қараңыздар, бұл автосалонда 3D бағдарламасымен көліктер сатылуда. Бұнда көліктер көп, бәрін түсіріп шығатынсаң уақыт өтеді. Мың рет өзгерем, сен бесің сөз берем. Мен сүю қиындық әр оңай. Неге бағаламадың, соны бағаламадың. Мен сүю қиындық әр оңай. Неге бағаламадың, соны бағаламадың. Мен сүю қиындық әр оңай. Мың рет өзгерем, сен бесің сөз берем. Мен сүю қиындық әр оңай. Мың рет өзгерем, сен бесің сөз берем. Мұны автосалонға келіп, көлік алатын болсаңыздар, біздің атымыздан келетін болсаңыздар, сіздерге бонус болады, жеңілдіктер.